Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге сіз білесіз бе Айдары? Гүл атауларының қазақша аудармаларымен таныссыз ба? Пионы, сәлде гүл. Гүлдің оранған кейпіне қарап, сәлдеге теңеген болу керек. Кейде тау шымылдық деп те атайды. Тау Қазақстанда бұл гүл тауда өсетіне байланысты. Ал шымылдық сәлде тәрізді жабатын, жасыратын дүние. Келесі бөртегүл, сирень. Көкшіл сұр түсті кейде бөрте дейді. Бөрте боз араласқан көкшіл, қызыл күрең түс. Тек мамыр айында гүлдейтін болғандықтан кейде мамыргүл деп те атайды. Келесі гүл лала. Бұл гүлдің атауы парсы тіліндегі лале сөзінен келген. Бұл гүл тазалықтың белгісі. Нәркес, нарцисс. Парсы тіліндегі нәргес деген сөзден тікелей аударма жасалынған. Ал сіз тағы да қандай гүлдердің қазақша аудармасын білесіз? Пікірге жаза кетіңіз. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.